Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ең оңай әрі ең жылдам дайындалатын маргарита пиццасының рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге ұн, жылы су, зәйтүн майы, ашытқы, қант және тұз қажет. Алдымен електен өткізілген ұнымызға жылы суымызды құямыз. Және 1 шай қасық ашытқы, 1 ас қасық қант және 1 шай қасық татымына қарай тұз қосамыз. Және 1 ас қасық зәйтүн майын қосып, жақсылап араластырып, қатты етіп қамыр илейміз. Қамырды ұнның түйіршіктері толығымен жойылғанша 4-5 минуттай илейміз. Иленген қамырды целлофанға орап, бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Енді ашыған қамырымызды целлофаннан алып, 1-2 бөлікке бөлеміз. Енді осы 2 бөлікке бөлінген қамырдың бетін жақсылап зәйтүн майымен жағып, тағы да көтерілгенше жылы жерге бетін жауып қоямыз. Міне біздің қамырымыз ашыды. Енді осы қамырдан өздеріңізге ұнайтын кез келген пиццаның түрін жасауларыңызға болады. Қамырды диаметрі 35 см етіп, жұқа етіп жайып аламыз. Бүгінгі біздің жасайтын пиццамыз ол маргарита пиццасы. Яғни соус және сырдан тұрады. Біздің тақтайшамыздың диаметрі 35 сантиметрлік. Осы тақтайшаның көлемімен бірдей етіп қамырымызды жайып алдық. Енді қамырды пергамент қағазына орнатамыз және үстіне кетчуп жағамыз. Кетчуптың үстіне үкіштен өткізілген сыр саламыз. Арнайы пиццаларға арналған сырлар болады. Оны да өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Аз көптігінде өз қалауларыңыз бойынша саласыздар. Және осы сырдың үстіне қызанақты қою қоймау да ол өз қалауларыңыз бойынша. Мен ең үстіне осында кинза ұнтағын қосамын. Ол өте жағымды иіс, әдемі дәм береді. Енді осы пиццамызды 10-15 минут уақыт аралығында 200 градуста мен пісіріп алдым. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Иісі мұрынды жарады, өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.